Сәлем достар, бүгін біз сіздермен табиғи радиоактивтілік және радиоактивті ыдырау заңымен танысатын боламыз. Яғни радиоактивті құбылысын ең алғаш ашқан ғалым ол Беккерл болып табылады. Яғни Беккерл өз тәжірибесінде ураннан, яғни бұның ауыр атомды элементтердің қатарына жатады. Осы ураннан, яғни өздігінен қандай да бір көзге көрінбейтін, бірақ қуаты рентген сәулесінен де күштірек бір сәулелердің шығатынын байқайды. Ол және оның химиялық әсері болады. Ол фотопленкаға түскен кезінде оны қарайтқанын байқайды. Осының артынан, яғни Беккерл уранды ашқаннан кейін жаңағы ерлі-зайыпты Кюрилар да бір қанша элементтердің өздігінен осындай бір сәулелерді шығаратынын байқайды. Ол сәулелерді радиоактивті сәулелер деп атайды. Және осындай сәулелер шығаратын элементтерді радиоактивті элементтер деп атайды. Ал осы радиоактивті элементтердің сәуле шығару процесін бізде радиоактивті ыдырау деп атайды екен. Енді осы Беккерлден кейін жаңа Кюрилар бірнеше элементті атады. Мысалға полоний, радий, торий сияқты элементтердің осындай өзінің ядросынан белгілі бір сәулелерді, яғни атомнан белгілі бір сәулелерді бөліп шығаратын байқады. Енді осы бөлінген сәуленің қасиетін зерттеу мақсатында Резерфорд мынандай тәжірибе ұсынады. Яғни ол мынандай цилиндр тәрізді қорғасын ыдыс, бұл қорғасынан жасалған, себебі ол жаңағы өтімділігі өте жоғары деп айттық жаңа радиоактивті сәулелердің. Енді осы сыртқа өтіп кетпес үшін осы жаңа радиоактивті сәуленің шығаратын элементті ішіне қояды, яғни одан сәуле шығады, және сол сәулені мына екі магнит өрісінің арасынан өтетіндей етіп орналастыру үшін, яғни осы цилиндрдің ішіне жіңішке мынандай канал жасайды. Осыдан шыққан сәуле Резерфордтың тәжірибесі бойынша үш сәулеге жіктеледі екен. Оларды жеке-жеке альфа, бета және гамма сәулелері деп атаған. Ал бұл нәтижесінде, яғни осы жасаған тәжірибесінің нәтижесінде альфа сәулесінің бізде оң зарядтардың ағыны екенін байқайды. Яғни ол гелий атомының ядросының ағыны деп саналады. Яғни сондықтан альфа дегеніміз бұл гелийдің ядросы болып табылады. Яғни соның ағыны. Енді келесі бета сәулесі дегеніміз бұл электрондардың, яғни электрондардың ағыны болып табылады. Ал гамма дегеніміз бұл өтімділігі өте жоғары электромагниттік сәуле деп қарастырады. Яғни осы сәулелер үш бағытқа жіктелген кезінде магнит өрісінің әсері бойынша бета былай, альфа былай бұрылса, бірақ гамма сәулесі не істемейді, бағытын өзгертпестен өтіп кетеді. Сондықтан оның жаңағы электромагнит жиілігі өте жоғары, толқын ұзындығы қысқа электромагниттік сәуле деп қарастырады. Енді осындай өзінен сәуле шығару барысында әрине оның атомдары не істейді? Ыдырап басқа бір ядроға айнала бастайды. Яғни уран ол ыдырағаннан кейін, альфа ыдыраса, немесе бета ыдыраса, одан басқа бір элементтің атомы пайда болады, немесе изотопы пайда болады. Соған Содди ережесі бойынша, яғни ыдырауға дейінгі массалық сандардың, ыдырағаннан кейінгі массалық сандардың қосындысы ыдырағанға дейінгілердің массалық сандардың қосындысына тең, және анау ядродағы протондардың саны да сол қосындыларға тең болатыны туралы ереже ұсынған екен. Енді осы Соддидің ережесін қарастырайық қазір біз. Яғни Содди мынандай ереже ұсынады. Альфа ыдырау және бета ыдырау үшін. Мысалға, бірінші альфа ыдырау деп қарастырайық. Мысалы, бір X деген элемент, осы элемент, яғни ондағы протон саны Z, массалық саны А болсын. Ол ыдырағаннан кейін, яғни альфа ыдыраудан кейін, альфа деп жазып қояйын, яғни не түзіледі? Міндетті түрде мынау альфа бөлшегі түзіледі. Яғни гелий 2d4 түзіледі. Осы кезде келесі пайда болған элемент, яғни келесі пайда болған элемент, оны мысалы Y деген элемент пайда болды деп есептейік, оның жаңағы массалық санымен Z қалай өзгереді? Яғни Z 2-ге кемейді, ал Асы 4-ке кемейді. Яғни А азайтылған не болады? 4 болады. Сол кезде біз қайтадан 2-ге қоссақ Z азайтылған 2-ні, Z-тің өзі шығады мұнда.
4-ке қоссақ а азайтылған 4-ті, яғни 4-тің аның несі шығады? Өзі шығады. 4 минус 4 екеуі жойылып кетеді. Тура солай бета ыдырау үшін ол жерде, яғни x элемент болса, z мында а, яғни бета ыдыраған кезінде қалай болады? Ол кезде бізде, яғни электрон пайда болады дедік. Электрон заряды минус оның массалық саны, яғни 0-ге тең. Енді бұл жерде қалай өзгереді? Пайда болған y элементтің мынау z-ге плюс 1 қосылады. Ал асы қайтеді? Өзгермей сақталады. Яғни осы ереже арқылы біз кез келген жаңағы альфа, бета ыдыраудың есептеріне қолдансақ болады екен. Енді 1 реткі, 2 реткі деген жерде, мысалы 2 реткі альфа ыдырау болса, онда келейдің алдына 2-ні қоямыз. Ол кезде мынау 4-ге азаяды, ал мынау массалық саны асы 8-ге азаяды деген сөз. 3 рет десе, мынау 2-ні 3-ке көбейтеміз, мында 6-ға азаяды, мында 12-ге азаяды деген сөз. Тура солай беттаны да тура солай еселеп қолдануға болады екен. Сонымен қатар радиоактивті ыдырау кезінде атомдардың санының азаятыны белгілі. Енді осы атомдардың санының қалған атомның санын есептеу үшін біз радиоактивті ыдырау заңын пайдаланады екенбіз. Яғни бұл жерде n тең болады n0 көбейтілген 2-нің минус t бөлінген t деп белгілейді. Ал бұл жердегі әрқайсысын екен жазсақ, мынау n дегеніміз, яғни қалған атомдардың саны, ыдырамай қалған атомдардың саны, атомдар саны. Ал n0 дегеніміз басында сол элементтерде қанша атом болды, яғни бастапқы. Атомдардың бастапқы саны, бастапқы деп қана жаза салайын. Ал енді t дегеніміз бұл әр элемент үшін, мысалы радий үшін ол басқа, жаңағы уран үшін ол басқа. Осы жерде t дегеніміз ол кестеден қараймыз. Бұны біз жартылай ыдырау периоды дейміз, немесе есептің өзінде ол беріледі. Жартылай ыдырау периоды. Ал енді периоды бұл жердегі кішкентай t болып тұрған ол ыдырауға кеткен уақыт. Яғни қанша уақыттың ішіндегі қалған атом санын есептейік деп жатырмыз. Соған байланысты екен. Ал мынау заң бізде радиоактивті ыдырау заңы деп аталады екен. Осы арқылы, яғни қанша бөлігі атомның ыдырады, яғни бөлшек дененің заттың, яғни қанша атом ыдырады, соны есептеп алуға болады екен. Балалар, бүгін біз сіздермен яғни радиоактивтілік құбылысы бойынша таныстық, және радиоактивті ыдырау заңын, сонымен қатар Соддидің ережесімен таныстық. Тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Осы сабақтан кейін біз практикалық бөлімде осыған байланысты есептер шығарамыз. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына пікір қалдырыңыз, сіздерге жауап беремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.